Қымбатты көрермендер, біз тікелей эфирге оралдық. Біздің студиямызға қонақтарымыз келіп жайғасты. Мицар тобы келіп отыр екен. Қош келдіңіздер, жігіттер. Жалпы таң сіздер үшін қалай атты? Таң біз үшін өте керемет өтті. Және де таңертең тұруға өте қиналдық. Өйткені бізге бұл непривычно дейді ғой орысша айтқанда. Таңертең ерте тұрмайсыздар ғой демек? Жоқ, бізде сабақ түстен кейін. Жақсы, енді соңғы курстар боласыз. қайда білім алудасыздар қазіргі таңда? Мен өзім ПГУ Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы ПГУ университетінде 4-ші курс оқып жатырмын. Мамандығым радиотехника, телекоммуникация, электроника. Мен де Павлодар мемлекеттік университетінде құрылыс мамандығында 4-ші курс. Жалпы енді Мицар тобы деп жатырмыз. Осы топқа қалай келдіңіздер? Өнер жолға, жалпы өнер жолына қалай келдіңіздер? Иә, өнер жолынан бастайықшы бірінші, иә? Өнер жолына қалай келдіңіздер? Жалпы әншіліктің қыры бар екенін қай жастарыңызда білдіңіздер? Сол туралы? Ол бастауыш сыныптардан басталды, негізі сол бастауыш сыныптарда әліппемен қоштасу сияқты нелерде. Шараларда, иә? Шараларда, мектепте болып жатқан шараларға қатысып, сосын сонда мұғалімдер өздері кейінгі шараларға өздері шақыра бастайды. Солай сөйтіп мектеп бітірдік, өлең айтып, ведущий болып. Сосын Павлодарға түскесін оқуға. Мұнда ораторский искусствоға жазылдым да. И маған айтты, сен одан да әнші болсай деді. Сен бойз бенд ашып қазір. Жақсы, енді Ұлдар тобы. сіз қалай келдіңіз? Мен келгенім тоже бастауыш сыныптан басталды. Одан кейін 11-ші сыныпқа дейін мен өзім 2-3 авторский өлеңім бар, басқа балалармен жазған. Одан кейін оны айтып 11-ші сыныпты бітіріп, сөйтіп 2015 жылы Павлодарға түстім осы радиотехника мамандығына. Одан кейін осы кастинг арқылы группаға кіріп, сөйтіп солай бастадым. Жақсы, енді өнерге қырларыңыз бар екенін білесіздер. Неге басқа мамандық? Мамандықтарыңыз Ол кезде менде өзімде 17 жаста болғандықтан, сондықтан білген жоқпын да қайда бару керек екен. Одан кейін мен радиотехника мамандығын таңдай салдым. Өз жолымды табам деп, университет арқылы деп. Оған түскеннен кейін барлық нәрселерді көріп, дәмін татып деген сияқты. Сол дәл сондай оқиға. 17 жаста бізге выбор бермейді, мысалы, үйдегілер айтады, өлеңнен табыс жоқ. Одан да шоу-бизнес қиын. Одан да сен техникалық мамандықтарға үлес қосып істесең, сонда табыс бар, қазіргі заманның несі сол деген сияқты әңгіме. Жақсы, енді грант болғасын бір жағынан, гранттар сонда жүр. Жақсы, енді түбі бір өнер жолына қалып отырсыздар ғой, иә? Иә. Мицар тобына келіп жатсыздар, жалпы иә. Бекболдың сұрағы. Кастинг қалай болды, қалай келдіңіздер бұл топқа? Сол туралы кеңінен айтсаңыздар. Басты сендерде. Басында 4 жігіт болып, Павлодар мемлекеттік университетінде 4 жігіт болып қатысады кастингке, олар өтіп кетеді. И бір жігіт бір себептермен не істей алмайды, ары қарай өнер жолын жалғастырамайтын боласың. Мен ораторский искусствода жүргесін, мен сен мұнда келсеш, түрің келеді деп, екеуміз ұқсаймыз деген сияқты әңгіме айтады. Екеуің ағайын сияқты сценарий бір группада болып, бойз бенд болып өлең айтсыңдар. Мен келістім, өзім өткенім кішкентайымнан бері телевизорда қарап жатқан кезде қыздар жүгіреді ғой, симпатичный жігіттердің артынан талпа фанат соған қызық кетеді. Шын керек сол үшін біз өнер жолын популярность. Танымалдылық, иә? Қазір сіздердің арттарыңыздан солай жүгіре ме қыздар? Бар, бір-екі фанат келеді. Енді бұлар Бекбол енді ғана шығып жатқан жандар болғандықтан, иә, болашақтың еншісінде. Енді сіз 4-ші болып келіп отырсыз ғой бұл топқа. Иә. Ал сіздер қалай келдіңіздер? Мицар тобы. Мен өзім кастинг арқылы келдім. Кастинг енді қандай болды? Белгілі бір талаптар бар ғой енді. Онда келдім студияға, мен өзімнің вокальный данныйларын тексерді продюсер кісі. Одан кейін елеме саған өзі. Одан кейін көптеген бір аптадан кейін жауабын айтты. Сен келесің бе, келмейсің бе деген сияқты. Ең алғашқы концерттеріңіз қайда болды? Қайда өнер көрсеттіңіздер? Мицар болып.
Батырмолда бір арбузный вечеринка деймін, сондай майда шүйда бір мероприятие болды, сонда опыт ретінде бір группа болып бірінші рет шығып көрсеңдер деді, соны шықтық, бәріне ұнады, сол жерде бүкіл нелер жүрді, ведущийлар, сом центр. Жақсы, енді сіздердің жанрларыңыз кей-поп жанры, иә, қателеспесем. Қандай жанрда? Поп жанры. Поп жанрында. Кей-поп емес. Поп жанрында, иә? Жақсы. Енді құрамында 4 жігіт бар. Продюсерлеріңізбен қазіргі таңда жұмыстарыңыз қалай болып жатыр? Жалпы тіл табысу қалай, шығармашылық қалай, сол туралы айтсаңыздар. Жақсы, продюсермен бірлесіп жұмыс істейміз. Ол бізге айтып отырады, мынандай тапсырма, мынандай жігіттер, бүйтіңдер айтып қояды, алдын ала. Мынандай уақытта кездесеміз, студияға келіңдер. Әрқайсымызға әртүрлі не береді, тапсырма береді, сол тапсырма бойынша жұмыс істейміз. Соған бір белгілі уақыт береді да, соны дайындалып сөйтіп шығамыз. Жақсы, қазір Мицардың қорында қанша ән бар? Авторлық әндер ма? Авторлықта, былай да. Екеуі. Авторлық ән бір 2-3 осы жаңа жылға дейін шығып қалады. Өткен біз ол бәрін дайындап қойдық, текст, музыкасы бәрі дайын. Ал несі біз басқа біреуден алған өлеңдер ол бір Кавер дейді ғой. Иә, каверларымыз бір клип түсірілді. Бір 6-7 болып қалады ол. Жақсы, енді бейнебаян түсірілді деп жатырсыз. Қандай әнге түсірдіңіздер каверге? Кавер деген мод муссоны деген әніне түсірдік. 91 қайтадан деген әніне түсірдік. Жақсы, өздеріңіз енді 91-ның фанатысыздар ма? Қалай? Қайтадан да алып жатқаннан кейін сұрап жатқан ғой? Біз тек қана 91 емес, біз тек қана 91 десе, оны басқа сіздер мысалы басқаша түсініп қаласыздар, шаштарын бояу, сырға тағу, сондай түсінік болып қалады. Біз тек одан бөлек Ринго деген сияқты топтар бар, олар Рензо, Ринго бүкілінен қосылып бір орысша айтқанда золотая середина дейді ғой, солардан қосып бірдеңе шығарғымыз келеді өзіміз. Басқа бір стильде. Тек қана кей-поп емес, тағы да бір поп, бірақ араласқан бәрі ішіне. Енді 91 деп жатқандықтан, сіздер ойлап қалмаңыздар, мен олай айтып тұрған жоқпын. Негізгі айтқым келгені, ол топтың әндерін қазіргі кезде жастар көбінде тыңдайды. Сол мақсатта сұраған едім. Жақсы, енді бүгінгі таңда жаңа жылға дейін жаңа әндер жазылып жатыр дедіңіздер, иә? Қандай әндер? Рэп па, әлде жалпы қандай тақырыпта бұлар? Сол жастардың қазіргі біздің негізі тыңдармандар ол 11 қыздар ғой енді. 11 жастан бір 18... Сіздер өз қыздар деймін. 11 жастан бастап бір 18-19 жасқа дейін енді ол қыздардың енді ойлайтыны махаббат қой тазасы деген. Сол махаббат жайлы әндер жазып жатыр. Жалпы Бақнұр, менде бір қызық сауал туындап тұр. Сіздердің алдарыңызда Арназ деген топ болды. Олар да жас топ. Қазірде бар ғой Арназ. Қазірде бар әрине. Оларда контракт бойынша, олар тұрмысқа шықпау керек. Ал сіздерде контракт бойынша қалай қыздармен сөйлеспеу керек? Үйленбеу керек па? Үйленбеу керек деген бе? Жүрмеу керек. Жүрмеу керек. Жақсы. Дәл сондай условиясы бәрі, шарттары бәрі бірдей. 2 жылға отырдыңыздар ма контрактты? 1 жылға. 1 жылға. Одан кейін 1 жылдан кейін жалғастыру ойларыңызда бар ма? Иә. Егер жұмыс бәрі жақсы жүріп отырса, неге жалғастырмас? Жақсы. Нақты қашан құрылды бұл топ? Қай уақытта? Тамыздың аяқ жағында болды. Бәріміз каникулдан келіп Павлодарға жиналып сосын бастадық қой. Жақсы, енді топ болғаннан кейін сіздердің жаңағы белгілі бір концерттер, мерекелік шараларға, одан кейін сіздердің жалпы енді киім үлгілеріңіз қалай, сол туралы білсек. Кім жауап береді дегенше? Елемес аға барлығына өзі жауап бере ме, сол туралы? Әнге байланысты ғой, мысалға біз Мистерионстың өлеңдерін айтатын болсақ, шамалы классикалық өзіміз, классикалық неге үлгіге киінуге тырысамыз, ал сіздер айтып отқандай кей-поп жанрында болса, енді осылай киінеміз. Жақсы, тамаша. Әсем бейнебаяннан кейін біз Мицар тобымен сұхбатымызды одан әрмен жалғастырамыз. Егер де қандай да бір сауалдарыңыз болса, 55-76-40 нөміріне хабарласа аласыздар. Иә, сонымен қатар WhatsApp желісі 8707-274-9097. Осыған хабарласып, өздеріңіздің ізгі тілектеріңізді білдірсеңіздер әбден болады. Ал біз сұхбатымызды жалғастырсақ. Жалпы енді Мицардың құрамында 4 жігіт бар екенін білеміз. Бүгін студиямызға 2 ғана келіп отырсыздар. Себеп? Иә, 2 жігіт өздері белгілі себептермен келмей қалды. Сабақ бар,
басқасы бар, сонымен басқа да өздерінің әртүрлі жұмыстары сонымен келе алмай қалды. Жақсы, енді сіздер айтып жатсыздар ПМУ-де оқимыз деп, өздеріңіз қай жақтансыздар жалпы? Туған жерлеріңіз қай жақ, сол туралы білсек. Мен өзім Байқоңыр қаласында туылдым, одан кейін 3 жасымда Аягөз қаласына көшіп кеттім. Сондықтан 11 классқа дейін Аягөз қаласында оқыдым. Аягөзден Павлодарға оқуға түстіңіз? Иә. Жақсы, сіз ше? Мен Қызылорда облысынан Шиелі ауданы Сұлтөбе ауылы ауылдың жігітіміз негізі. Сонда 11 сынып бітіріп, мұнда Павлодарға түстім. Серпін бағдарламасымен келдіңіз? Серпін бағдарламасымен, иә. Өз жерлестеріңізге бір сәлем айтып жіберсеңіздер болады. Иә, сол тікелей эфирді қолдана отырып, мен өзім досым Әлішерді туған күнімен құттықтаймын. Саған зор денсаулық, бар жақсылық тілеймін. Әлішер туған күнімен. Жақсы. Енді сіздерге келесі сауал. Жалпы енді Елемес ағаның белгілі бір студияға шақыратын уақыты бар шығар енді, жұмыс жасауда, иә? Иә. Қандай уақытта ол бір сабақтарыңызға кедергі тудырмай ма? Жоқ, ол айтады, ертең сендерге сабақ жағы қалай ыңғайы келіп тұр ма? Сосын біз иә келіп тұр дейміз, сосын кешке қарай сағат 4-5-ке таман жиналып қаламыз. Иә, өзіміз келісіп сөйтіп барамыз. Жалпы енді сіздер топсыздар. Топ болған соң енді бір белгілі бір әншілік болғаннан кейін сайыстарға қатысасыздар. Қандай бір сайыстарға қатыстыңыздар, әлде қатысу ойда бар ма? Алдағыда қатысу ойда бар, негізі осы желтоқсан айынан кейінгі болатын нәрсе. Неде университетімізде негізі жылына бір рет Golden Voice деген не болады, сайыс болады призмен, сонда көтерілуге шанс бар. Сонда қатысқымыз келеді негізі. Мүмкіндік. Жақсы, енді осы Мицардан бұрын сіздерді Павлодар мемлекеттік университетінде белгілі бір топ болып жұмыс жасап жүргендеріңіз белгілі. Соған тоқталып өтіңіздерші, жалпы ол топ қашан құрылды және қалай аталатын еді? Мицарға дейін ба? Иә, Мицарға дейін. Мицарға дейін біз Extreme Boys деген топ болып аталдық. Онда құрамында 3 бала болдық. Мен, Қасымхан, тағы Ерасыл деген бала. Университеттің атынан түрлі шараларға, үлкен шаралар, акимат бар. Шараларға қатысып жүрдіңіздер? Көптеген қаланың ішіндегі. Павлодардың үлкен мероприятиясының бәріне қатыстық деп айтуға болады. Жақсы, енді сол топтан Мицарға кеткенде соның топтан құрамындағы жігіттердің біреуі енді Қасымхан сіз болып отыр, енді біреу? Ерасыл, ол да Мицардың құрамында. Сол үшеуміз, тағы бір жігіт Дастан деген бала. Сол арамызда ең кішкентай бала, жасы 17-де. Музыкальный колледжде оқиды, сол баламен қосылдым. Жақсы. Бақнұр, менің бір тағы қызық сауалым туындап тұр. Неге топтың аты Мицар? Иә, Бекбол менің ойымды оқып қойдың ғой деймін, мен де соны сұрағым келіп тұр. Көрермендерге де қызық болуы мүмкін, неге Мицар деп аталды, неге басқаша бір әдемі қазақша ат қоюға болатын еді ғой? Мицар деген өзі астрономиялық тұрғыдан алынған ат болып тұр. Ол аударғанда, шет тілінен аударған кезде еркек жігіт деген мағынаны білдіреді. Біз оны өзіміздің продюсеріміз атымызбен де байланыстырдық. Мысалы, Елемес деген ат өзі жігіт еркек деген мағынаны білдіреді. Соны ұқсастырып. Енді өткенде Бекбол есімізде Елемес аға осында келіп, өзінің сыр сұхбатымен бөліскен, сол кезде айтып өтті ол кісі. Жігіттер өздері ұсынды деді. Иә, біз өзіміз ұсындық. Көптеген варианттары айтылды. Мицар, тағы да басқа. Неге қазақша, қазақи ат емес, Аруназ мысалы, қазақи? Аруназ деген бұлардың стильдары қазақи әндер айтады олар, а біз одан бөлек тағы басқа да поп стилінде, кей-поп стилінде сіз айтқан. Соларды қосып барлығын сондай шығардық. Енді бұл, мен Бекбол ойлап отырсам, сіздердің бір танымалдықтарыңызға да бір әсер ететін сияқты, иә? Иә. Есте сақталады шама. Жақсы. Енді Қасымханның қолынан енді гитарамен келіп отыр ғой, жалпы енді өздеріңіз бір біздің көрермендерге енді ғана оянып жатқан жандар болса, әндеріңізді арнасаңыздар болады, мархабат. Қонақ кәде. Әлі күнге байқамай, бетіңді ол қалай, жанымдамын, ұнатамын, көзіңді алмай, жүрегімді жауламай, тынымымды таба алмаймын, жақындашы, шалынамын маған қарай.
ерекше күйге боламын миы, егер сен алсаң қошақтай. Бәріңнен сирек, мінезің бөлек, өзгеге мүлде ұқсамай. Сенен қалғып, алысқа ұша, келеді қалғым оңаша. Шынды қию, біреуге қию, тұңғиығында сен жүректің. Әркез қиын, жаныңнан табылам, сезімді қабылам. Осыннан ғашықпын, кел қолымнан ұста, салынбай уайымға. Осыннан бәрін шимайға. тамаша. Керемет. Иә, Жалпы бұл енді авторлық ән бе жоқ әлде кавер ма? Бұл кавер. Кімнің әні? Ньютон деген топ бар қазір Қазақстанда, енді шығып келе жатқан жаңа топ. Соны. Жақсы, тамаша. Енді музыкалық аспаптарға келейікші. Жалпы енді өздеріңіз өнер адамдары болғандықтан музыкалық аспаптардың барлығын меңгеру сіздерге шарт, иә, мысалға. Енді қандай музыкалық аспаптарды толық меңгере аласыздар? Әзірше гитара. Барлығымызда топ құрамындағы барлығы гитараны жақсы ойнайды. Жақсы, енді белгілі бір концерттерге барған кезде осы гитараны алып барасыздар ма? Жоқ, онда өзіміздің минусовкамызбен. Негізі ой бар, негізі жақсы болады гитараны шығып. Күшті әдемі болады. Сіздер енді Мицар тобы, енді бұл поп жанр деген соң, енді сіздер өлең айтып тұрып билейсіздер. Бұл өте қиын. Сіздердің хореографияларыңызға кім жауап береді? Хореографиямызға арамызда Қасымхан өзі биге жақын бала. Өзі көріп бір жерден сол каверларын, клиптарынан қарап, сондан алып аламыз. Жақсы, енді біз WhatsApp желісінен бізге хабарлама келген екен. Оқып көрейік. Құрметті Мицар тобы, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз, әрдайым биік белестерді бағындыра беріңіздер, ізгі ниетпен Айгүл дейді. Ал. Рахмет, Айгүл. Өзі қыздар пайда болды. Иә. Қыздар келеді. Жақсы, тамаша. Енді осындай топтың алдағы мақсаты қандай? Жалпы белгілі бір, енді әрбір әншінің арманы, иә, белгілі бір өнер сахнасында көріну, жүру. Сіздердің деген армандарыңыз сол шығар. Жалпы басты мақсаттарыңыз қандай бұл топтыққа келулеріңіздің басты мақсаты? Бұл ең басында келген кезімде былай мақсат, мен осындай жетістіктерге жетем деген менде ой болған жоқ. Басында хобби, өзім ұнататын нәрсе, өлең айтып, сахнаға шығу деген ол өзіме әрдайым ұнап тұратын. Енді сосын мынандай жұмыс, серьезный жұмыс басталғаннан кейін автоматически уже мақсат қоя бастадық бәріміз. Шынымен жұмыс істеу керек, талпыныс пайда болды. Шоу-бизнес не екенін біліп, өзімізге сеніп. Былайша айтқанда системасына кіре бастадық. Нақты бір талап қойылды, осы топқа келдім, нақты жұмыс жасаймын. Иә, енді қазір сондай жұмыс жасап жатыр. Жақсы, енді бізге тағы да бір хабарлама келген екен, ашып көрейік. Қыздың суреті тұр екен, атын жазып алыпты. Айқынның алтыным деген әнін орындап бере ала ма дейді. Ал, Айқын Төлепбергеннің алтыным деген әнін орындап бере ала ма? Қазір аккордын білмей тұрмын, сондықтан. Жақсы, енді бұл қыздың көңілін қалдырмайық, басқа бір ән орындап берейік, иә? Өздеріңіздің авторлық өлеңдеріңізді орындай аласыздар ма? Иә, қымбатты белгісіз жан, бізге хабарлама қалдырыпсыз, бірақ атыңызды жазбапсыз, сізге арнап Мицар тобы, иә, шағын бір ән орындап берсе, қысқа нұсқа. Біз авторлық өлеңді айтпаймыз, өткен бізді жарық көрген жоқ, ол барлығына сюрприз болып қалу керек. Сондықтан Айгүл ғой? Жоқ, Айгүл емес, Айгүл ол бірінші қыз. Ол өзінің тілегін белгісіз жан болсын. Шатастыра бастадық. Бұл енді аты жөнін жазбады, белгісіз жан болып тұр. Құрметті белгісіз жан, мынау келесі әніміз тек сізге. Кеттік. Свободными ветрами между строк мы теряем контроль. Я разгоняю волны в океане твоих милых глаз. Ты скромную улыбку свою от меня прошу, не скрой. Моя родная Лейла-ло, неземная Лейла-ло. Зачем мне нужен мир, в котором нету места для нас?
Не нужен мир, которым кроме нас нету никого. Ведь если ты не рядом, все теряет окрас. Моя родная Лейла Ло, неземная Лейла Ло. Тек белгісіз жанды О, Лейла, 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 Лейла. О, Лейла, Лейла Ло, Лейла, Лейла, Лейла Ло. О, Лейла, 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 Лейла. О, Лейла Ло, Лейла, Лейла, Лейла Ло. Тамаша. Енді бізде риза болдық, белгісіз жанда риза болған шығар. Бізде уақыт өте шектеулі, уақыттарыңызды бөліп бізге келгендеріңізге көптен көп рахмет. Әрдайым биіктерден көріне беріңіздер. Біз тек қана тілекшіміз. Шығармашылықтарыңызға табыс тілейміз дейміз.